Сәлем достар, сәлем баршаңызға. Бүгінгі түнді сіздерге мен фаца гүлі, яғни японская фаца деп айтып жатады. Жүзімнің жапырағына ұқсайтын японский сортты көрсетемін. Неге фаца деп атайды? Фац японша тілінен аударғанда 8 деген санның мағынасын білдіреді екен. Қараңыздар. Міне 7 не 8 жапырағында осындай болады. Фаца гүлі жалпы күтімі, ерекшелігі, қазір сіздерге отырғызылуы барлығын көрсететін боламын. Фаца гүлі жалпы қалай өседі? Осындай ағаштар болады, мынандай, және де жаңа жапырақтарын осылай ашады. Фаца гүлін таңдаған кезде міндетті түрде жаңа жапырақ ашылуын іштен қараңыздар. Бұл дегеніміз сол жерде өзін жақсы сезінді. Одан кейін бұл гүлдің күтімі ерекше, қатты ерекшелік тудырмайды. Стресстен шығып қойған деген белгі береді. Енді фаца гүлі көбінде клеш жұқтырып ауыратын гүлдердің қатарына жатады. Және де отырғызу барысында осындай қажетсіз жапырақтар болса, біріншіден соны тазартып аламыз газ топырағын алғаннан кейін, және де қандай топыраққа отырады. Ауа жібергіш, міне жаңа бір веткасында, міне тағы да жаңа, бірақ бұл кішкене осындай қарайып, сарғайып шығатын болады. Жапырақтарын көріп тұрсыздар, астында бірінші осындай түс пайда болады. Сосын ғана барып осындай жасыл түске енетін болады. Фаца гүлі клеш жұқтырып ауыратын гүлдердің қатарына жатады. Өйткені сөлдің барлығын жапырақтарының осындай ниткаларына жинайды, яғни жіпшелеріне жинайды. Сондықтан осы жердің барлығына жабысып, паутинный клеш болуы әбден мүмкін. Келген кезде өте внимательно гүлге қарап, осы гүлдің барлығына өздеріңіздің үйлеріңізде бар дәрілермен дәрілейсіздер. Бұл біріншіден. Екіншіден, отырғызатын кезде тамырын өте мұқият қарап, алдымен босатып аламыз. Фаца гүлі нені ұнатпайды? Қайтадан осы құмыраға отырғызсаңыздар да болады. Болмаса, міне осы тамырына байланысты үлкен көлемді құмыра таңдасаңыздар болады. Екеуінің размерін көрсеңіздер, салған кезде кішкене жанында орын қалып тұр. Міне осындай қылып отырғызсаңыздар да болады. Бұның тамырында нені ұнатпайды? Фаца гүлінің тамыры сосын толықтай тамырын босап тастамаңыздар, қылқанды болады. Яғни бұл дегеніміз суккулентті гүлдердің тамырына жатады. Топырағының перлит, торф дегеніміз осындай болады. Шымтезек. Универсальный топырақ емес. Енді біз шымтезекті емес, бірақ универсальный топыраққа отырғызамыз. Полный торф деп қоямыз. Біздікі сондай. Қосылған универсальный топырақ, тамыры жоқ жерін осылай қолыңызбен босатып, жұмсартып аласыз. Ылғалдылық уже қолыма сезіледі 20%. Тоже перевалка методын отырғызамыз. Перевалка деген кезде мына астындағы шырматылып тұрған тамырлары бар ғой мына. Соны сол тамыр жіпшелерін кішкене босату керекпіз. Өйткені ары қарай тағы да жақсы өсуі үшін. Мынаны кішкене былай жіпшелерін төмен қаратып, мынандай шатылдырмай, осыны босатасыздар. Қатты емес, жақсылап босатсаңыздар болды. Және де осы төбе жағындағы түсіру керекпіз. Тамыры өте қатты жақын орналаспаған ненің барлығын түсіреміз. Жаңа ескі жапырақтарының барлығын осылай алып тастаймыз. Бұл гүлді екіге бөліп отырғызсаңыздар болады. Егер сіздерде алып келген кезде үлкен бөлек біреу, және де осынша қаншама стволдары бірігіп кеткен болса, осылай екіге бөліп алып отырғыза берсеңіздер болады. Алғашында үйіңізге бейімделгенше бөлуге мен кеңес бермеймін. Қалай бар, гүлді солай отырғызуға тырысыңыздар. Енді барынша тамыры өзі жібергенше жіберіп, осылай топырағын босатамыз міне. Осылай ұрғыштайсыз, қолыңызбен босатасыз. Бұның барлығында уже тамыр қатты өсіп кеткен, оның жапырағының состояниесінен білуге болады, және жапырақтары қақимай төмен қарай түсіп тұрса, уже менің қолыма білінеді. 20% ылғалдылық бар. Қатты ылғалдылықты да ұнатпайды, яғни пересушка, қатты құрғақтықты да ұнатпайды. Қатты ылғалдылық дегеніміз, сіз жиі суарып қойып, осы гүлдің тамырына, яғни гүлдің тамырына ылғалдылық кеппейтін ылғалдылық сезімін сыйлап қойсаңыз,
гүл оны ұнатпайды. Қатты шылқылдаған суда тамыры ұзақ тұра берсе ұнатпайды. Және де осындай астында тесіктері бар, ножкалары бар құмыра таңдауларыңызға мен совет беремін. Болмаса қазір киілмелі двойной ножкалары бар, дышающий әдемі кашполар да бар. Енді түстеріне қарай, размеріне қарай таңдап аласыз. Міне көрдіңіздер, отырған құмырасынан бірнеше сантиметр, яғни үлкен құмыра таңдадық. Астына дренаж салмаймыз. Бір слой топырақты салып, енді көрейік гүлімізді отырғызып. Жақсы орналасып тұр. Енді үстіне топырағын құйып, жан-жағына отырғыза береміз. Міне тамырын көрдіңіздер, саусақтарыңызды салған кезде міне екі саусақтың размерінде ғана сыйып тұр. Былай, міне. Осындай орын қалуы қажет жаңа отырғызып жатқан кезде. Сосын беретін ақпарат, өтініш сіздерден, фатса гүлі ылғалдылықты қатты жақсы көрмейді. Егер жиі суарып қойған болсаңыз, жақсы жарық жерді ұнатады, жарық жерде, бірақ сыртта навеске шығарып топырағын кептіріп алыңыздар. Одан кейін қатты топырағы құрғап кететін болса, оны да ұнатпайды, құрғақтықты да. Былай айтқанда, суаруын жақсы білсеңіздер және үйреніп алсаңыздар, бұл бір өте күтімді қатты қажет ететін гүл деп айтпаймын сіздерге. Қолыңызбен слегка жиегін ғана бассаңыз, өткен жиегінде тамыр жоқ, жаңа көрдіңіздер, иә? Сол жиегінде беку үшін топырақтар осылай жеңіл ұрғыштау методпен отырғызасыздар. Неге? Себебі тамырмен бірге осы құмыраға бекіп жақсы орналасуы қажет. Сосын воздушный корень шықса, егер мынандай қылып тамырлар сыртқа шығып кетсе, онда тұрған ештеңе жоқ. Суарған кезде сол тамырларына да кішкене су құйып жүрсеңіз болды. Және фатса гүлі су сұрағанда жапырақтарының барлығы жұмсарып кетеді. Өзі белгілі болады гүлдің состояниесі. Мыналар сияқты қатты болып тұрмайды, салбырап кетеді. Бұл гүлді қатты су сұратқызып құрғатып, салбыратып алатын болсаңыздар, қайттан қалпына келтіру қиын. Сосын қалпына келтіріп, гүлді жақсы состояние жеткізгеннен кейін қайтадан құрғатпауға тырысыңыздар. Бұл осылай жайылып өсетін гүл, барынша осылай жайылып тұрады. Біріншіден. Екіншіден, бұл табиғи үйіңізде өскен кезде 80 сантиметрге дейін ғана өсет биіктікте. Жалпы барлығын осылай жайып жібереді. Жайылып өсетін болғаннан кейін бұл естественно биіктемейді. Фатса гүлі японский түрі, бұл Япониядан шыққан сорт. Япондықтар бұны осындай фац, яғни 8 деген санның атымен атап кеткен. Осындай ладониясында 6-дан жоғары стрелкалар бар. Мына жерде 6-ау мысалы. Көбінде жапырағының сортында 8 болады. Үлкейеді. Жапырақтары өте үлкен, гигант түрде үлкейеді. Биіктей береді осылай жаңадан шыққан кезде. Жаңадан шығып тұрған жапырағы барын алыңыздар деп айтатын себебім, ол стресстен шығып қойды. Үйіңізге барғанда бейімделу кішкене оңайлау болады. Сосын фатса гүлін міндетті түрде обработка жасаңыздар. Ваньомен, болмаса чеснок сумен, болмаса қарапайым сумен. Сосын басқа гүлдеріңізге қоспай карантинде ұстаңыздар. Айттым, паутинный клеш жұқтыру қаупі өте жоғары гүл. Сондықтан. Және осы топырақ жасау менің каналымда бар. Сондай құнарлы топырақты жасап алсаңыздар, жақсы көтереді фатса гүлі сол құнарлы топырақты. Егер ондай құнарлы топырақ жасай алмаймын десеңіздер, тек қана универсальный топырақ отырғызатын болсаңыздар, для суккулента деген, суккулент гүлдерге арналған деген топырақ аласыздар. Оның ішінде барлығы дайын. Яғни осы фатса гүліне де арналған специальный топырақтар да бар. Суккулент гүл деп айтатын себебім, тамырлары қылқанды, барынша суды бір ішкен кезде қатты жақсы ішіп алуға тырысады және ұнатады. Сол үшін обильный деп қоямыз. Орыстар өте қатты көбірек құйып, көбірек молынан суды құйып ағызып жүріп, суарғанды ұнатады, бір реттік. Бірақ жиі суармаңыздар. Жиі суармаған сол екен деп топырағын құрғатып та алмаңыздар. 30% ылғалдылық топырағында тұру қажет. Чтобы жапырақтарын осылай қақитып ұстап тұру үшін. Мына осылай тастап тастады, значит, бұл шөлдеп тұр. Жаңа көрдіңіздер, өзінің алған грунттың өзі құп-құрғақ. 20% қана, даже 15-10% қана ылғалдылық тұр. Мен қазір бұны сразу суаратын болам, өйткені су сұрап тұр. Бұл заказ гүл.
Сонымен фация гүлінің барлық ерекшелігі осы. Бұл тек жарық жерді жақсы көреді. Потемнее деп қояды, бір көлеңкелі, жарықта дұрыс түспейді ау деген кісілерге осы гүлді өсіруге совет беремін. Енді сондай комнаталар көп үйлер болса, өйткені сондай ғана қоңыр салқын болып тұратын, тек қана бір әдемі условия сыйлайтын, суаруын жақсы білетін, бір ерекше күтімді қажет етпейтін гүл іздеген болсаңыздар, сондай освещениеде үйлеріңізде бөлмелер көп болатын болса, пожалуйста, сіздер осы гүлді алып өсіріңіздер. Күтімі өте қатты, ерекше және күрделі емес. Видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар, және сіздер фация гүлін қалай өсіресіздер, қалай күтім жасайсыздар, сіздердегі қандай сорты фацияның, соның барлығын пікірге жазып кетіңіздер. Мен өте қуанышты боламын.